Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін көпшіліктің сұрауымен әркез дәмді әрі бір келкі болып шығатын сондай бір нәзік құймақтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Мендегі рецептте мен су қосамын, яғни қанша сүт болса, сонша су қосамын. Олай болса бастайық. Ең алдымен 2 немесе 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Одан соң мен тәттіні жақсы көретін болғандықтан 5-7 ас қасық құмшекерге дейін қоса беремін. Егер сіздер блинчиктің ішіне фарш сияқты начинкаларды қосып жасайтын болсаңыздар, онда сіздер тәттіні аз қоссаңыздар болады. Сосын тұзымызды қосып, осылай араластырып аламыз. Және де осылай араластыра отыра сүтіміз бен суымызды қосамыз. Олардың жылы болғандары жақсы, және де суды қосу бұл жерде өте маңызды. Сол себепті де шығар менде әрдайым блинчиктер бір келкі болып, сондай әдемі болып шығады. Сосын әдеттегідей ұнымызды електен өткізе отырып, 2-3 бөлікке бөліп, осылай жақсылап араластырып аламыз. Ұн әркімде әртүрлі алатын болғандықтан байқаңыздар, бұл жерде қатты қою қылып жүрудің қажеті жоқ. Масса осындай бір қалыпты күйде болса жеткілікті. Содан соң сұйық майымызды 2 немесе 3 ожауға дейін қоса берсеңіздер болады. Оның дәмі шығып қалады деп қорықпаңыздар. Дәмі бізге аса қатты білінбейді, бірақ майдың көп болғаны негізінен жақсы. Оны миксермен араластырып аламыз соңында. Егер сізде миксер болмаса, венчикпен араластыра берсеңіз де болады. Бастысы бізде ұнымыз түйдек болып қалмауы керек. Сосын мен соңында 1 ас қасық сода қосып жіберемін. Осылай ол блинчиктердің ажурный болуына көмектеседі. Сосын орташа отта табамызды қыздырып аламыз. Қызып тұрған табаға майымызды жағамыз. Табамыздың бетінен осындай бу шыққан кезінде ғана біз құймақтарымызды жоғарыдан төменге қарай осылай құйып алатын боламыз. Табаның бетінен буының шыққаны ол табамыздың жақсы қызғанын білдіреді. Сосын блинчиктердің беті осы кезде толықтай құрғауы керек. Егер сіз сұйық күйінше келесі бетіне аударып қоятын болсаңыз, онда асты жабысып қалуы мүмкін, немесе блинчиктеріміз дұрыс піспей қалуы мүмкін. Кішкене күтіп тұрамыз. Негізінен келесі беті бізде біріншісіне қарағанда ертерек піседі. Келесі беті қызарған кезінде оны осылай силиконды күрекшенің көмегімен алып ала берсеңіздер болады. Дайын болған ыстық блинчиктерімізді өзіңіздің қалауыңыз бойынша дастарханға түрлі тәтті дәмділермен ұсынсаңыздар болады. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Бастысы каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.